Hayırlı kеш, құрметті көрермендер және әріптестер. Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Бастаған кәсіптеріңізге береке берсін. Бүгін айтайын деп отқан тақырыбым өзімнің шаруашылығымдағы шылаушындардың жағдайы. Мына жерде мен өзім бастаған жерім еді. Мына жерден былай 10 квадрат жер бастағам. Қазір оны үлкейтіп 25 квадрат болған. Ар жақта тағы үлкейткен жерім бар. Оның ар жағында қазір бәрін бірге көретін боламыз. Бүгінгі мына жердегі шылаушындардың жағдайын көретін болсақ, тығыздығын уже бетіндегісін уже жеп, уже биогумус уже үгітіліп, биогумусқа дайындық жүріп жатыр екен. Тығыздығы міне шылаушындардың жұмысы жақсы. Тығыздығы өте керемет. Уже бетіне ашсаң, маған чотам азық қаяқта деп айтылып жатыр. Уже бетіне оны азық салу керек болды. Қазіргі көзінде шылаушындар тығыздық көп болғандықтан бетіне апта сайын азық салмасақ майдаланып жұмыс істеу процесі төмендеп жатыр. Өте керемет деңгейде жұмыс істеп жатыр бұлар. Тез көбейеді, жылдам жұмыс істейді. Мына жерде де бас жағын қарасақ, міне өте керемет. Енді келесі борттарымызға көшейік. Міне мына жерде біз уже мына жерде биогумус болған соң бетіне салып үлкейтіп, соң биогумустың көлемін көбейтіп жатыр. Бұл жерде шылаушындар биогумусқа жұмыс істеп жатыр. Мына жерде де міне екі борт 14 метрден 2 метр жасағамыз. Оның бетіне уже бетін жеуіп тастап, уже бетіне азық тастап, мына бортқа уже тастап жатырмыз. Алмалардың шірінділері бар. Тастап, мына бетте уже осындай думан кішіләңгі 5 тесіктік бетіне тастаған азығымызды суландырып жатырық. Шылаушындарға ең керек нәрсе ол көңнің ылғалды болуы. Судың уақытылы шашылып, ылғалданып тұрса, шылаушындар жақсы жұмыс істейді. Мыналарды қазір біз жайып, осылай шлангымен суғаратын боламыз. Осы жерде тағы екі борт, қазір келесін тағы көрсететін болам. Мына жердегі тығыздықты көрсететін болсам, өте керемет. Жаймай тұрып, міне уже бетінде жүр, міне. Уже бетінде шығып кеткен. Міне көрініп жатыр ма? Уже майдаланып кетіп жатыр, уже ірі еді. Уже азық керек сұрап жатыр. Енді тағы келесіне көшсек. Міне біздің үшінші бөлік. Осы жерге де мына жерді жаңадан тастадық, бір апта бұрын. Мына жерге де астында уже биогумусқа тиеп қойған. Оның бетіне тағы бір слой 15 сантиметр тастағамыз. Міне осы екі борт бар. Сосын мына жерге тағы тастаймыз. Келесі азықта. Осы азықтармен жұмыс істей беру керек. Мына жаңадан суғардық. Тастағанымызға көп болған жоқ. Азандағына суын алдық. Түнімен тұрды. Міне шылаушындар өзі міне келіп жатыр. Жақсы жұмыс болып жатыр. Осы кәсіппен айналысып, елге жерге пайдамыз тигізейік. Мал байлаңыздар, оны кәсіп істеңіздер, ең болмағанда. Сол мал байлағанда отходтарын осындай шылаушынға салып отсаңыздар, өздеріңізге пайда. Былайша айтқанда безотходный бизнес қой бұл. Малыңыз тышады, сіз бұяққа шылаушынға бересіз, шылаушың сізге ақша жасап береді. Әлде талай ақпарат салатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.